Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай шоколадты капкейкті бірге жасап көретін боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін жұмыртқа, қант, қайнаған ыстық су, тұз, сұйық май, ұн, какао, разрыхитель қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен тұзымызды саламыз және де миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқамыз кішкене көпіршіген уақытта қантымызды салатын боламыз. Қантымызды салып, аппақ көпіршік болғанға дейін араластырамыз. Ағарған жұмыртқамыздың үстінен сұйық майымызды құямыз. Мұнда қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ал мұнда ұн, какао, разрыхителімізді дәл осындай бірге електен өткізіп салатын боламыз. Мұнда қараңыздар, какаоында осындай түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Бұл яғни елегіштен өткізбеген болсаңыздар, қамырдың арасында дұрыс араласпай түйіршік болып қалып кететін болады. Дәл осылай миксермен жай қолмен араластырып аласыздар, сосын барып миксердің жай жылдамдығымен араластыратын боласыздар. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарды ортасына қарай сырғытып араластырып алатын боламыз. Осылай кішкене сұйықтау болады қамырымыз. Ал мұнда осындай капкейкке арналған ыдыс қолдандым. Сіздер түрлі кекстерге арналған силиконды формаларды қолдансаңыздар болады. Темір формаларды қолдансаңыздар болады. Кекске арналған өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай теңдей етіп ортасына дейін толтырамыз ыдысымызды. Одан қатты көбейтіп жіберуге болмайды. Қатты көбейіп кететін болса, піскен кезде корждарымыз, яғни капкейктеріміз сыртқа қарай қамырымыз ағып кетуі мүмкін. Міне дайындап алдым. Енді 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламын. Ол аралықта дәл осылай кремін дайындаймын. Кремнің дайындалу жолын мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Арнайы видеом бар, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Дәл осылай кондитерлік мешокқа 333 насаткамен де осылай салып алдым. Кремдерімізді жаймендеп мешогымызға саламыз. Қараңыздар, дәл осылай кішкене капкейктің ортасынан бастап дөңгелетіп, гүл сияқты етіп жасап аламыз. Өте оңай жасалу жолы. Сіздерді дәл осылай қайталап үйреніп алсаңыздар болады. Менің көрсеткенім крем жағудың ең оңай жолы, әрі кремдеріңіз капкейкке аз кететін болады, бірақ өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен менде 20 штук капкейк шықты, қараңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болатын болса, ұнаған болса, лайк қойып кетсеңіздер. Ал енді сәндеу үшін мен мұнда апельсин қолдандым. Менің апельсинім үлкен болғандықтан, осылай жарты бөлігін 3 бөлікке бөліп, осылай қатты қалың етпей кесіп алдым. Кесілген апельсиндерімізді дәл осындай видеода көрсетілгендей ортасына қойып шығатын боламыз. Міне достар, біздің капкейктеріміз дайын болды. Өте күшті болып шықты, өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Сіздерге де отбасыларыңызға жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.